Құрметті оқырмандар, Кеңес одағының батыры Әлия Молдағұловаға арналған Әлия ерлігі өшпес тарих атты бейне презентацияны ұсынамыз. Әлия Молдағұлова 1925 жылы 25 қазанда Ақтөбе облысының Қобда ауданы Бұлақ ауылында дүниеге келді. 1941 жылдың қыркүйегінде Ленинград қаласы қоршауда қалады. Әлия қала төңірегіндегі қорғаныс бекіністерін салуға қатысып, аянбай еңбек етеді. 1943 жылдың шілдесінде 22-ші армияның 54-ші арнайы атқыштар бригадасында мерген болып, әскери қызметін бастайды. 18 жасар мерген қыз фашистің 78 солдаты мен офицерінің көзін жояды. 1944 жылғы 4 маусымындағы қаулысымен Әлия Нұрмұхамед қызы Молдағұловаға Кеңес одағының батыры атағы берілді. Ақын жазушылардың Әлия Молдағұловаға арналған шығармалары бар. 1965 жылы Жекен Жұмақановтың жазушы баспасынан жарық көрген Әлияның әні атты кітабында батыр қыздың соғыста көрсеткен ерен ерлігі, қазақы мінезі, патриоттық сезім нанымы суреттелген. 1973 жылы жазушы баспасынан Әзиза Нұрмаханованың Шығыс шынары атты деректі повесі жарық көрді. Бұл кітапта Әлияның өмірі мен соғыстағы ерлігі суреттелген. Сонымен бірге 2021 жылы Москва қаласында жазушы Қапан Сатыбалдиннің Әлия атты естелік жинағы жарық көрді. 1973 жылы жазушы баспасынан Сағи Жиенбаевтың Әлия жинағы жарық көрді. Ол жинаққа қаһарман қыз Әлия туралы дастан енді. Құрметті оқырман қауым, Әлия Молдағұлова туралы кітаптармен танысқыңыз келсе, кітапханамыздан алып оқуларыңызға болады. Назарларыңызға рахмет.